Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен осындай ерекше тауықтың төс етінен жасалатын кешкі астың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Өте ерекше дәмді болып шығады. Ол үшін ең әуелі тауықтың төс етін алып, видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Видеоны жалғастырмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк қалдырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін де, каналдың дамуы үшін де өте маңызды. Енді турап алған тауықтың төс етіне жарты шай қасық тұзымызды, сұйық майымызды және де кез келген дәмдеуіштерден қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша қосып араластырып аламыз. Менде қара бұрыш бітіп қалған екен, қызыл бұрышты орнына қоса салуға болады. Енді араластырған тауық етін табамызға майымызды құя отырып қуырып аламыз. Қуырылып жатыр. Енді бетін жауып, орта отқа қойып, пешімізді орта отқа қойып аламыз. Енді екінші бетіне қызыл пиязымызды турап аламыз. Енді екінші табамызға да май құйып, жаңағы туралған пиязымызды қуырамыз. Енді көк пиязымызды да турап, жаңағы қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне қосып, бұны да қуырып аламыз. Енді осы пияздарымыздың үстіне 2 ас қасық томатымызды салып, араластырамыз. Пиязымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін, жаңағы қуырылып жатқан тауықтың төс етінің үстіне салатын боламыз.
салып алдық. Енді жақсылап араластырып, үстіне жарты стакан суымызды құйып бұқтырып қоямыз. Орта отта табамыздың бетін жауып бұқтырамыз. Енді басқа бір кастрөлімізге 1 стакан күрішімізді жуып алып, үстіне су құйып, бір бұрқылдатып қайнатып аламыз. Жарты шай қасық тұзымызды салып, бір қайнатамыз. Енді гарнир дайындауға кірісеміз. Ол үшін бір пиязымызды алып, майда бөліктерге бөліп аламыз. Енді осы бөлінген пияздарымызды табамызға май құйып, қыздырып қуырып аламыз. Үстіне бір сәбізімізді майдалап турап, қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне салып, бұны да бірге қосып қуырамыз. Бір қызыл балғар бұрышында турап қуыратын боламыз. Енді үстіне бір банка тәтті жүгерімізді салып араластырып аламыз. Жаңағы күрішіміздің суын ағызып, осы күрішімізді енді бетіне салып, бәрін араластырып аламыз. Дәміне қарай тұзын сеуіп, араластырып, жақсылап араластырамыз. Енді 1 стакан суымызды құйып, орта отта бұқтырып аламыз. Міне осымен асымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез дайын болады. Әрі өте ерекше, әрі дәмді. Міндетті түрде сіздің отбасыларыңызға, туған туысқандарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде менімен жасап көріңіздер. Еш өкінбейтіндеріңізге сенімдімін. Ас болсын.